Ал оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алайық, иә? Монумент сөйлеу әдісі арқылы бүгінгі тақырыпты тауып аламыз. Әріптердің арасынан тұтас сөзді тауып оқуымыз керек. Енді мына жерде біз 7 әріпті тастап оқимыз, иә? Ал санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den кейін оқиықшы балалар. Қымбат деп шықты, иә? Енді 10 әріптен кейін оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'dan кейін оқиықшы келесі сөзді. Ендеше балалар, бүгінгі тақырыбымыз қымбат, арзан. Қарайық оқушылар, тақырыбымыз қымбат, арзан. Енді бүгінгі сабақтың мақсаты қымбат, арзан дегеннің не екенін балалар, оқушылар білетін боламыз. Болды па? Ал екінші топ болды. Сен қорғай қойыңдаршы, кім шығады? Кім шығады? Ал шыға қой. Тез-тез 3 адам шыға қойыңдаршы топтардан. Қалғандарды отыра қой, тез. Екінші топ шықты ал. Енді ұстап тұр ортада. Тыңдап отырамыз қалғандарымыз. Бірінші топ тыңдаймыз. 40 теңге ненікі? Дұрыстап түсіндіреді. Апельсиннің бағасына, бұрыштың бағасын азайттыңдар, иә? Бұрыш 20 теңгеге қандай екен? Арзан екен. Сен айта ғой. Қай жерде азайтуды ұмытып кетсің ғой? Иә, 10 теңгеге апельсин қымбат екен, иә? Енді не істедіңдер? Барлық құнын қостыңдар. 2 теңге шықты? 90 теңгеге шықты. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар, әкел. Болдың ба? Шыға қойыңдар, кім қорайды? Қорғай қойды. Нелені істеп қойыңдар? Азайтты. Иә, неше теңге шықты? Иә, сонда алма қиярға қарағанда 20 теңгеге қымбат. Иә, келесі сен айтамын. Жіберінің бағасын азайтасыңдар, иә? Сендер қате жіберсіңдер. Сонда неше болады? 30-дан 20-ны азайтқанда неше болады? 10 болады. Жүгері 10 теңгеге арзан екен. Енді бәрін қосқанда қанша шықты? Қанша теңге шықты? Сен боладысы? Қанша шықты? 60 теңге шықты. Отыра қойыңдар. Теңді құра дейді. Ал теңді құрап қараймыздар. Кім құрайды? Кім құрайды теңдікті? Кім құрайды? Шыға қой аяуын, білесің бе? Бірінші теңдікті қарайық, азайғышы. 8, 9, 10 болу керек. Біреуін құрай қой. 9 еді. Азайтқышы 5 деді.
Теңдік құрып қойды ал. Дұрыс па оқушылар? Қараңыздаршы. Айта ғой екен. Аяғым айта ғой. 9-дан 5 аласыз, неше болады? 9-дан 5-ті алғанда, Азайтқанда 4 болады. Иә, 10 мен 10 мен 6-ның айырмасы 4-ке тең. Теңдік дұрыс па балалар? Теңдік дұрыс па? Дұрыс. Отыра ғой, жарайсың. Кел, екінші кім шығады? Кім шығады? Шығамыздар. Нұрадың шыға ғой. Таза ғой. Азайтқышын таза ғой. 10-ды алдың, иә? 10-дан нешені азайтасың? Иә. 7-ні азайтқыш, 7-ні азайтып тұрсың, иә? 10-дан 7-ні азайтып тұрсың. Неше болады 10-дан 7 азайтқанда? 3 болады, иә? Келесі екінші азайтқыш қандай болады? 8 ба? 4 болады. 4. Азайту 1. Иә. Енді теңестірейік. Теңдікті теңестіре ғой. 10-дан 7 аласың, неше болады? 10-дан 7 алғанда, Азайтқанда 3 шығады. Иә. 4-тен 1-ді азайтқанда 4-тен 1-ді азайтқанда 1-ді азайт. 3 шығады. Екі жағы қандай болып тұр? Тең болып тұр. Тең сала ғой. Теңдік сала ғой. Ортасына теңдік сала ғой. Дұрыс па оқушылар? Отыра ғой. Келесісіне кім шығады? Келесі. Шыға қоямыз. Жағын жаса ғой, иә? 8 жаздың, иә? Азайту неше деп жатсың? Азайту 2 дейді. Келесін жаза ғой. Екінші теңдігіңді жаза ғой. Ал 8-ден 2-ні азайтқанда неше болады? 6 болды, иә, дұрыс. Ал 9 мен 3-ті азайтқанда 6. Екеуі қандай болып тұр? Екі жақта тең болып тұр. Теңдік шықты. Дұрыс па оқушылар? Отыра ғой, жарайсың. Тағы кім шығады? Кім шығады? Нұрмұқан шыға қойшы. Тездете ғой. Иә. Нешеден нешені азайтасың? Азайтқыштан айырмамен. Иә. 5, ал таза ғой. 5 дейік. Иә. Азайту 2. Келесі теңдігіңді жаза ғой, мынаяққа. Келесі теңдік жазсайшы. Қай жерге жаза ғой, екінші теңдігіңді. Неше десін? 10. Жаза ғой. Азайту 7 ма? Иә. Ал 5-тен 2-ні азайту неше болады? Нешеге тең болады? 5-тен 2-ні азайтқан нешеге тең? 3-ке тең. Ал 10-дан 7-ні азайтқанда нешеге тең? 2-і қандай болып тұр? Қандай болып тұр? Тең болып тұр, иә? Екі жағы да тең-теңдік салып ортасына. Иә. Дұрыс па оқушылар? Отыра ғой, жарайсың. Енді балалар оқулыққа қарайық. Келесі не беріп тұр оқулықта бізде? Есепте беріп тұр. Есептені балалар, оқушылар мен жұптық жұмыс қылып ұйымдастырғым келіп тұр. Мына айналамызда. Қарайсыңдар ма? Жұптық жұмысқа мен есептерді жазып қойдым. 2-2-ден тұрып, тең боласын таба қоямыз. 2-2-ден. Екі оқушыдан тұр. Таба қоямыз.
Ama qara. Birga eseptedi, birga. Qo'ltiqda qo'ltiqda al tansiroq o'ydirma. Qo'ltiqda beramiz. Al tansiroq o'y. Sılgısı 90'a değil. 71, 30'un ayırması 40'a değil. Yaraysiz. Ya, tutab tur. 20, 30'dan dur 80. 80'e teng. Ya. 61, 30'dan қосындысы 90'a teng. 100'ün ayırması 0'e teng. 60 bin 40'ın ayırması 20'ga teng. 60 bin 40'ın қосындысы 100'ge teng. Buncha yaxshi jaraydi. Daftarimizni ochaylikchi. O'quvlikdan жұмыс жасадым. Endi daftarmen qog'oz. Daftarni ochaylik. 16-betni ach. Daftarni ocha qo'y. 16-betni ochamiz. 16-betni ocha qo'y. Bunda qancha moneta bor deydi. Sanaylikchi barimiz birga. Moneta 1 Neçe tenge? Neçe moneta var? 6 moneta var. Yazıp koyarız. 6 moneta. Yazdık bak. Yeni bizden sıraydı. Armiyanda kança tenge var deydi. Qo'saylikchi. Tengelerni qo'saylikchi. 20 tenge. Oğlan 20 tenge qo'shilamiz. Necha bo'ladi? 70 tenge. Oğlan 10 tenge qo'shamiz. 80 bin. Oğlan 10 tenge. 90. Oğlan 5 tenge qo'shamiz. 95. 95. 95 ga 5 qo'shamiz. 100. Shunda armiyada necha tenge bor ekan? 100. Yozib qo'yamiz 100 tenge. 100 tenge yozib qo'yamiz. Yazdık bak, birinchi topshirmani o'rnadir ya. Endi ikkinchi topshirmasini qarab o'qishlar. Topshirmada bo'lay degan. 100 tengega mana bizda surida nelar tur? Nelar tur? Jemistdan, ko'g'onisdan tur ekan ya. 100 tengega sotib olishga bo'ladi 2 zatni. Ko'k qarandashdan 3 zatni, qizil qarandashdan qo'shaq siz deydi bizga. 100 tengega sotib olishga bu yerda balalar qaytalauga bo'ladi. Bagalarni qaytalauga bo'ladi. 100 tenge. Misolga mana ne? Limon sotib olishga bo'ladi ya. Ko'kpin sotib qo'shaymiz. Ko'kpin limonni qo'shaymiz. Ko'k. Qo'sha ko'k qaralashni limonni qo'shaymiz. Ko'kpin kezaksiz qo'shaymiz. Limonni qo'shamiz va qo'shaymiz. O'qib bak. 6 tengega soldir ya. Endi qaysini qo'shamiz? 100 tenge bo'lishi uchun neni qo'shamiz? Neni qo'shamiz? Qizanaqni qo'shaylik. Sonda 100 tengega biz limonni qizanaqni oldik ya, 2 zat oldik. Qizanaqni limonni ko'k siziqqa qo'shaylik. Ko'k qarandashga. Qo'shadik bak. Tez qo'y. Endi o'qishlar 3 zat olishimiz kerak. Qanday zatlar olamiz? Almurt. Qo'sha qizilmen. Nani alxora. Ya, so'dan so'ng necha tenge bo'ldi sizda bizga? Almurt bilan alxora necha tenge bo'ldi? 60 tenge bo'ldi. Endi bizga 40 tenge kerak ya. 100 tenge bo'lish uchun neni qo'shaymiz? Qizanaqni qizilmen qo'shay qo'ydi. 3 zat oldik bunda. Qo'shadikmi? Qo'shadikmi? Qaraysin. Yaxshi.
Өте жақсы. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз ұнады ма сіздерге? Иә, біз қандай тақырыппен таныстық? Қымбат, арзан деген тақырыппен таныстық. Иә, заттың құнының қымбат екен және арзан екенін білдік. Бүгінгі сабақ ұнаса, бүгінгі сабағымызды бағалап жіберейік. Қалай бағалайсыздар бүгінгі сабақ? Ұнады ма? Иә. Керемет дейміз, иә? Бүгінгі сабақ Мединам керемет болды. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз.